тілінде қандай окончание жалғауды білмеймін. Сөздің аяқ жағын жұтып қоям, шатасамын, дұрыс айтпаймын, қайта айтып қоям. Егер де сенде осындай қиындықтар болса, онда видеоны соңына дейін қара. Сәлем, менің есімім Динара, орыс тілінде сауатты сөйлеуге, сауатты жазуға үйретемін. Қандай тақырыптарды білсек, біз орыс тілінде қандай окончание жалғауды түсінеміз деген сұраққа жауап берейін. Бұл септік, яғни падежи деген тақырыпты жақсы білсек, біз сөйлемдегі сөздің қай жерде болғанына қарамастан қандай жалғау, яғни окончание жалғауды білетін боламыз. Қазақ тілінде де біз сөздерді септік бойынша өзгертеміз. Мысалы, ана деген сөзді алайық, иә? Кімге анаға, кімді ананы, кіммен анаммен, кім туралы анам туралы. Орыс тілінде де дәл солай, яғни мама сөзі. Кому маме, кого маму, с кем с мамой, о ком о маме. Соңғы әріп жалғауы септік бойынша өзгеріп тұр, байқасаңыз. Яғни ана, мама деген сөздер олар қатып қалмайды. Олар сөйлемде қай жерде тұрғанына байланысты белгілі бір жалғаулар, окончание жалғанады. Неге онда қазақ тілінде ережені еске түсірмей, тез-тез сөйлеп, қандай окончание жалғауды ереже қарамай, ережені еске түсірмей жалғаймыз? Себебі қазақ тілінде бізде үйде, мектепте практика өте көп болады. Яғни біз ережелерді өттік, жаттадық, қайталадық, көп практика жасадық. Осылайша қазақ тіліндегі ережелерді біз бекітіп отырдық. Қазір енді осы ережелерді ұмытып қалсақ та, қай сөзге қандай жалғау керектігін, яғни қандай окончание жалғау керектігін ұмытқан жоқпыз. Сонымен қатар падеж тақырыбынан бөлек, орыс тілінде род, зат есімнің, сын есімнің, есімдіктің, жекеше, көпше түрін, ережеге бағынбайтын исключение жағдайларын білу керек және бастапқы формасын да білу керек. Род тақырыбын білмесеңіз, сізге падеж тақырыбы өте қиын болады. Сонымен қатар етістіктің өткен, осы, келер шақ, НСФ, СФ формасын да білу керек. Есімдіктердің түрлері, яғни притяжательный, личное местоимение түрлерін білу керек. Етістіктің инфинитив формасы, возвратный глагол, жекеше түрде қалай болады, көпше түрде қалай болады, жақ бойынша, шақ бойынша қалай өзгереді, болымсыз, сұраулы формада қалай болады. Осы тақырыптар падеж тақырыбымен бірге тығыз байланысты. Сол үшін де орыс тілінде де дәл қазақ тіліндегідей практикада жасау керек, практикада сөйлеу керек, практикада жазу керек. Яғни өте көп практика қажет. Сондықтан да курсымда осы практика форматында, яғни интенсивті форматта 2 ай бойы аптасына 5 рет сабақтар өткіземін. Курс қалай өтеді, форматы қандай деген сұраққа жауап берейін. Типтегідей, мына ережені өтеміз, соған байланысты жаттығулар жасаймыз деп өтпейміз. Сабақтар живой разговорный форматта Zoom программасында өтеміз. Грамматикалық сабақтар платформада, яғни сайтта болады. Оны сіз өзіңіз емін-еркін ашып, қарайсыз, үй тапсырмасын орындайсыз және әрбір сабақта интерактивті ойын, яғни тест форматында тапсырасыз. Кейін келесі сабақтар ашылып отырады. Сабақ топпен және жеке форматта өткіземін. Ал живой разговорный сабақтар Zoom форматында өтеміз. Живой сабақтар қалай өтеді? Живой сабақтарда біз әртүрлі тақырыптарды талқылаймыз. Мысалы, жанұя, дос, хобби, күн режимі, мақсадыңыз, арманыңыз туралы. Мысалы, досты қалай таңдайсыз? Дос сізге маңызды ма? Жанұя құндылығы қандай? Сіз үшін жанұя қандай болу керек? Нешеде ұйықтайсыз, нешеде тұрасыз, су ішесіз бе, су ішпейсіз бе? Деген сұрақтарға жауап бересіз, өз ойыңызды айтатын боласыз. Орыс тілінде мәтіндерді оқимыз, аударамыз, түсінгеніңізді айтатын боласыз және осы сөйлеу кезінде сіздің жіберген қатеңізге байланысты мен ережелерді түсіндіремін, яғни кері байланыс беріп отырамын. Мысалы делік, он делают болмайды, он делают емес, себебі он деген бұл мужской род, яғни жекеше түр. Жекеше түрде біз делает деген етістікті таңдаймыз. Сабақтар аптасына 5 рет өтеді және осы форматта 2 ай бойы жұмыс жасаймыз. Топта 20, 30, 40 адам жинамаймын. Топта бар жоқ болғаны 6 адам, тіпті 4 адам болса да 4 адаммен бастап кетеміз. Орын саны шектеулі, тек қана 6 адамды ғана аламын. Сабақ 2 ақпаннан басталады. Курс туралы толық ақпарат алу үшін, жазылу үшін маған WhatsApp-қа жазылыңыз. Менің Instagram, TikTok, YouTube арнама жазылып кетіңіздер. Пока-пока.